Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен қазақ тіл әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне арналған күшті ақпарат айтайын деп тұрмын. Яғни біз енді әсіресе филологтар балалар әдебиетке қызықпайды, қазіргі балаларымыз кітап оқығысы келмейді, ұзын сонар жырларды жаттап, поэмаларды оқығысы келмейді деп айтып жатамыз ғой. Бірақ мәселе тек қана балаларда емес, бізде де. Сол әңгімені, сол ақын жазушыны қызықтыра отырып, оның шығармасы қалай дүниеге келді, бұл ақынның балалық шағы қалай болды, осы туралы қызықты естеліктерді айтып отырып сабақ өтетін болсақ, сол тақырыпты солай айтып бастайтын болсақ, мүмкін әдебиетке, біздің тарихымызға қызықпайтын бала болмайтын еді деп ойлаймын. Соның мысалы ретінде айтайын, Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы бізге қалай келді? Жалпы біз мектепте өттік, Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы болғанын, ол ақан серінің басынан өткен оқиғасын, бірақ біз одан қатты әсер ала алмадық. Неге? Өйткені осы жыр поэманың қалай бізге жейін жеткенін біз білген жоқпыз. Мен осыны Құлбек Үргөбектің кітабынан оқыған кезде таң қалдым, шынымен жылағым келді. Өйткені бұл кімнің ерлігінің арқасында, кімнің жанкештілігінің арқасында бізге жеткенін біз білмейді екенбіз. Сапарғали Бегалин деген мықты тұлға бар. Ол қазақ балалар әдебиетінің бағбаны. Қазақ әдебиетіндегі қазақ балалар әдебиетінің классикалық үлгісін жасаған, негізін қалыптастырған адам деп айтады. Сапарғали Бегалин атамыз бір журналда қызметкер болып жұмыс істеп жүреді. Бір күні Абай көшесінің бойымен осылай ат арбасымен келе жатқан кезде жүгіріп бір шабарман келеді де, бізге срочно арбамен ат керек. Ана жердегі бір ақынды кәмпескелеп жатырмыз дейді. Содан Сапарғали атамыздың рұқсатын да сұрамай, бірден арбаны сол үйге қарай бұра жөнеледі. Үйдің алдына келгенде жүрегім бірдеңені сезгендей дір ете қалды дейді Сапарғали атамыз. Естелік ретінде айтып отыр ғой. Сөйтсем, Ілияс Жансүгіровті кәмпескелеп жатыр екен. Бүкіл кітаптарын менің арбама сала бастады дейді. Ана жерде Фатима жеңге жылап тұр дейді. Қарадым, ісін асырға шауып бара жатқан білдім. Бұдан кейін маған бұндай мүмкіндік берілмейтін сездімде, арбаның шетіндегі бір жұқа қойын дәптерді қойныма тығып жібердім дейді. Соны байқап қойған ана жердегі орыс солдат, ана қойына бірдеңені тықты, ана дәптерді ұрлап алды деп мені айқайлап айтты дейді. Сон қазақ әскер жанында тұрған екінші әскерге, жоқ, бұл менің кітабым, кезінде Ілияс ағама оқуға берген болатын, бұл менің өлеңдерім деп мен солай жан ұшырып мойындамай қойдым дейді. Содан қазақ әскері де асығыс ары бері қолын бір сілтетте жайма жіберді. Үйге келіп, әйел бала шағамды ауылға жіберіп, ешкім жоқта тыныш жатын бөлмеме отырдым да жаңағы кітапты ашып оқи бастадым дейді. Кітапты соңына жеткенше Сапарғали атамыздың көз жасы көл болып, мынандай дүниені алып қалғанына бір жағынан қуанады, бір жағынан қорқады. Содан бұл кітапты қайда тықсам екен деп жан-жағына қарайды да, көзі жастығына түседі. Өзінің кәдімгі күнделікті жатып жүрген жастығын қияды да арасына кітапты салып, қаптап тігіп қояды қайтадан. Жалпы Сапарғали атамыз да, әйелі де Абай атамызды жақсы көрген екен. Абайды пір тұтқан екен. Содан әйелі үйіне келген кейін Сапарғали атамыз әйеліне, мен түсімде Абай атамды көрдім. Маған келіп Абай атам, сенің үйіңдегі жалпы әулетіңе берілген ке, ол мынау жастығың. Осы жастығыңды өзің қадірлеп, қастерлеп, ешкімге тысын да жуғызбай өзің жуып күтіп ұста деп айтып кетті маған. Абай атамның айтқаны тектен текке деп ойламаймын. Сондықтан мен жастығымды өзім жуып, өзім күтіп жүрейін деп әйелінен рұқсат сұрайды. Әйелі де Абай деп айтқан соң иланып, жақсы деп келісім береді. Осылай Сапарғали атамыз Құдайдан кешірім сұрайды. Осы уақытқа дейін өтірік айтпаған әйеліме өз мүддем үшін емес, ел мүддесі үшін өтірік айтуыма тура келді, кешіре көр деп кешірім сұрайды. Осылай қойын дәптерді 40 жыл өзінің жастығының ішінде сақтап келген екен Сапарғали атамыз. Міне бұл Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы болады. Кейін 40 жылдан кейін ел ішінде жылымық орнап, барлығы реттелген соң Фатима анамызға тапсырған, үйіне апарып. Сонда Фатима анамыз, шіркін-ай, қалай сен бұны 40 жыл сақтап келдің? Ілекемнің өзі тіріліп келгендей болды деп жылаған екен. Сонда көрдіңіздер ма? Бір шығарма үшін қалай алысқан біздің әрбір тұлғаларымыз, жазушыларымыз басын бәйгеге тіккен. Қаншалықты жанкештілік, ерлік жасаған. Біз «Құлагер» поэмасын өтердің алдында әрбір қазақ тіл әдебиет пәнінің мұғалімі осы поэма қалай бізге дейін жеткен, кімнің ерлігімен жеткенін айтып, насихаттап, сол жерде Сапарғали Бегалин атамыз туралы айтып, оның ерлігі туралы айтып кетсек,
бұл поэманы кез келген бала қызығып оқитын еді деп ойлаймын. Яғни бізге әрбір қазақ шығармаларының әдебиетінің қаншалықты қиын жолмен жеткенін түсінсе, онда әдебиетке қызықпайтын бала болмайтын еді. Біздің тарихымызға, әдебиетімізге және шығармаларды оқымайтын бала болмайтын еді деп ойлаймын. Сондықтан мұғалім бізде осындай көп естеліктер айтуымыз керек сабақта. Мысалы, Абай жолы қалай жетті бізге? Менің атым Қожа қандай қиындықпен келді? Осылардың барлығын мен алдағы уақытта сіздерге айтып берсем деймін, пайдалы болар деген сенімдемін. Егер ұнаған болса, астына комментарий, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Келесі видео подкасттарда кездескенше сау болыңыздар.